16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Күнделікті өмірде осы жол көлік оқиғасына байланысты немесе көлікті масаю күйінде, есірткі тартқан күйде жүргізуге байланысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің сондай құқық бұзушылықты жасаған адамдарға қатысты жауапкершіліктің күшейтілгенін естіп жатырсыздар. Енді жалпы бұл санаттағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің қиындатылуы, санкциясының қатаңдатуы бұл қоғамымызды бұндай санаттағы құқық бұзушылықтардан қорғаудың бірден бір жолы. Кейбір адамдар сотқа келіп біз іс қарап жатырғанда айтады: мен осы бала шағамды асырайтын бұл жүргізушілік куәлігім бірден бір көзі еді, маған кешіріммен қарасаңыздар деп жатады. Алайда бұл құқық бұзушылықтар үлкен орны толтырылмас қайғыға әкеліп соғатынын, орны толтырылмас шығынға әкелетінін адамдар дәл сол мезетте естен шығарады. Сондықтан бүгін бағдарламамызда жалпы әкімшілік құқық бұзушылық істерінің қаралу тәртібі осы санаттағы туралы айтып өткіміз келеді, түсінік беріп өткіміз келеді. Сондықтан студияға біз Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік құқық бұзушылық істері туралы сотының судьясы Сеуова Гүлмира Алашқызын және де Ақтау қаласы полиция басқармасы әкімшілік полиция бөлімінің аға инспекторы Ахметов Жандос Мәлігүлін шақырдық. Сәлематсыздар ма? Құрметті қонақтар, студия қонақтары, енді жалпы тақырыптың барысын білдіңіздер. Енді екеуіңізде біраз жылдан бері жұмыс өтілдеріңіз бар. Осы жол көлік оқиғасына байланысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің қаралу тәртібін айтып өтсеңіз. Гүлмира Алашқызы, ең алдымен сұрақты өзіңізге бағыттағым келіп отыр. Жалпы қазіргі таңда қоғамда масаю күйінде немесе есірткі, уытқұмарлық заттарды пайдалану күйінде көлік жүргізетіндердің саны бұл санкциясын қатаң болса да көбейіп отыр. Жалпы осы санаттағы істер қалай қаралады? Полиция қызметкерлері бұл санаттағы істерді жасақтағанда, енді ол санатта қазіргі таңда қамау қаралған ғой әкімшілік. Сол құқық бұзушыны алып келе ма? Алып келмеген жағдайда қандай болады? Сол туралы өзіңіз егжей-тегжей сотқа іс түскеннен бастап қандай мәселелерге сіз көңіл аударасыз, соны айтып өтсеңіз. Сәлематсыздар ма? Сіздің сұрағыңызды түсіндім. Осы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде 2019 жылы желтоқсан айында өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Оның ішінде осы жүргізушілердің көлік құралын масаю, есірткіден масаю күйінде басқарған жағдайда қатаңдатқан. Яғни бұрын 3 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылса, қазіргі таңда 7 жылдан бастап 9 жылға дейін көлік құралын басқару құқығынан айыру және 15 тәуліктен 20 тәулікке дейін қамақ қалу жазасы көзделген. Бұлар өзгерістерге толықтырулар енгізілген бірнеше бақ арқылы хабарлама берілгеніне қарамастан жүргізушілердің сіз айтып өткендей азаятын түрі жоқ. Яғни масаю күйінде көп басқару әлінгі күнге дейін жалғасуда. Осы санаттағы істер сотқа түскен жағдайда әсіресе осы құқық бұзушылардың жауаптылықтан босатылуы, қашып кету мақсатына сотқа келмеу көбейіп кетіп жатыр. Яғни уәкілетті органдар әкімшілік істі қозғағаннан кейін сотқа 3 күн ішінде жолдау керек. Әкімшілік жауаптылыққа тартылушы тұлғаны, яғни құқық бұзушы жасаған адамды сотқа қамтамасыз ету керек. Алайда ол жүргізушілер әртүрлі амалдарын, айлаларын тауып сотқа келмеу іс-әрекеттер болып жатқан орны бар. Ондай істер сотқа түскен жағдайда, почта арқылы түседі, әкімшілік істер түскен жағдайда біз аталған істі алып, әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне көзделгендей ұйғарым шығарамыз. Ұйғарым ол
ұйғарымда әкімшілік құқық бұзушылық тартылушы тұлғаның мекен-жайын, жұмыс орны, қайда жұмыс жасау міндеттеп акт келу туралы. Акт келу ол орындауы, ұйғарымды орындау 1 ай мезгілін беріледі. Яғни сотқа әкімшілік іс түскеннен бастап әкімшілік жауаптылыққа тартылу мерзімі тоқтатылады. Яғни жүргізушілердің ойы 1-2 ай, 3 ай жүрген жағдайда мен жауаптылықтан босатылып кетемін деген ойы өте қате болып табылады. Себебі кодексте көзделгендей уәкілетті орган сотқа жолдаған жағдайда мерзім тоқтатылады. Ұйғарымды орындауға 1 айлық мерзімге жібереміз. Орындалмай немесе уәкілетті орган жауапты тұлғаны табылмай жатқан жағда ведомстволық бағынысуына байланысты ішкі істер бөліміне жібереміз. Міндетті түрде орындап қамтамасыз ету туралы. Яғни мерзім тоқтатылады. Қамтамасыз етілгеннен кейін барып, осы әкімшілік жауаптылыққа тартылушы тұлғаның қатысуымен, ол жерде қамақ көзделгеннен кейін қатысуымен әкімшілік істер қаралып, әкімшілік жаза тағайындалып жатыр. Дұрыс. Енді сіз осы жерде жақсы айттыңыз, тоқтатылатын мерзімінің жалпы әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаннан кейін неше ай мерзімде қысқартылады іс? Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көзделген 62-ші бабында әкімшілік жаза жасаған күннен бастап 2 ай мерзім. 2 ай мерзім, алайда жаңағы сот сараптама тағайындау жағдайда, міндеттеп акт келу туралы ведомстволық жіберген жағдайда, іздеу жариялаған жағдайда ол мерзім тоқтатылады. Өте дұрыс, рахмет. Енді Жандос Мәлікұлы, осы жерде сізге сұрақ. Шынында да қазіргі таңда бұл жазаның қатаңдатуына байланысты құқық бұзушы іздеу шаралары, енді сот іздемейді, оны білесіздер. Сот тек қана істі қарайтын орган. Ал ол құқық бұзушы адамды неге, бірінші сұрағым мен сізге, неге сіздер бұндай әкімшілік істерді сотқа құқық бұзушымен бірге жеткізбейсіздер, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, іздестірілген жағдайда, жоқ болған жағдайда, адам сотқа шақырылғандықтан келмеген жағдайда, өздеріңіз іздестіру жұмыстарын қадағалау жасайсыздар ма, мына хаттама толтырған орган, немесе оны тек учаскелік полицейлерге, немесе басқа іздеу органдарына беріп қойып отырасыздар ма? Осы екі сұрақтың жауабын айтып өтсеңіз. Саламатсыздар, мынау бірінші сұрағыңыз бойынша, мынау сенбі-жексенбі күндеріне түсіп қалады кейде ысталған мынау құқық бұзушылық. Сенбі-жексенбіге қараған түні біз сот орындаушы сот жаңағыдай жұмыс жасамайды. Сол кезде біз адамды 24 сағаттан артық ұстай алмаймыз. Адамды жіберу керек болады. Содан кейін адам ары қарай қашып жоқ осындай құйтырқы тірліктерге барады. Енді іздестіру шамасымыз ешқандай учаскелік аймақтың инспекторлерге берілмейді. Біз өзіміз жеке құрам, ұстаған инспектор, полиция қызметкерлері әр 2 күн сайын аптасына 3 күн сол үйіне барып, көршілерден айналасынан түгел түсініктеме алынып, іс құжатқа тігіледі. Осындай мақсатта. Ал егер 2 ай ішінде табылмай жатқан жағдай болса, бүкіл мына бізде Ақтау қаласының полиция басқармасында іздеу тобы бар, уголовный розыск дейміз. Ол жерде арнайы бастың рұқсатымен толық іздеу жариялаймыз. Кәдімгі мына неге аэропорт дегенде, әуежай, сосын мына теміржол, қай жерде адам көп шоғырланған, сол жерге ілініп, суретпен солай ізделеді. Екінші сұрағыңыз іздеу ғой жаңағы. Иә, жауап бердіңіз ғой екінші сұраққа. Жоқ, енді мен айтқым келетіні, енді ең алдымен әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған адамдардың үстінен хаттама толтырылған кезде, енді біз енді қазір осы көлікке байланысты айтып жатыр ғой, енді көшеде ұсталса, қандай да бір әкімшілік құқық бұзушылық жасап, оны сол жердегі ұстаған инспекторлар толтырады. Толтырып, оның барлығының жаңағы ретке келтіріп отыратын сіздер ғой. Жаңағы сіз енді аға инспекторсыз ғой. Ретке келтіріп отырасыз, санын түгендеп отырасыздар. Сотқа кеткен кетпегендігін барлығын, сізге келген хаттамаларды іс қылып, даярлап, жасақтап, сотқа жіберуші ортадағы сіздер. Енді мен айтқым келетіні, жаңағы жалпы бізде сотта кезекшілік деген ұғым бар. Жалпы 6-шы демалыс күні ұсталған уақытта да, мен ойлаймын енді, біз жаңа өзіңіз дәл айттыңыз, құйтыртқы әрекеттерге оларға жол бермес үшін сіздер соттармен бірлесе отырып, осы әкімшілік істерді қарайтын соттармен
сол ең болмаса демалыс күні 1-2 сағатта келіп қарайтын қылып байланыс орнатуларыңыз керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда мен де облыстық соттың судьясымын, ондай істерді қараймыз бізде апелляциялық тұрғыда. Қазіргі таңда ауыз-екі әңгімеде өзіміздің де ағайындарымыз бар, жан-жағымыз бар, бір-біріне айтып атады. 2 ай дегенді олар біліп алыпты міне. 2 ай қашып жүрсек жеткілікті екен деген ұғым біздің адамдарда ол қалыптасқан. Ол дұрыс емес ұғым. Сондықтан мен ойлаймын, мына құрметті телекөрермендер, теледидар арқылы да мен міне әдейі айтып отырмын, сіздерді міне шақырып отырмын. Ондайға біз жібермеуіміз керек. Ондай құқық бұзушылықты жасаған адам жауапкершіліктен қашпау керек. Ол адамдарға үйіне болса да сіздер жаңағы ескертпе тастап кетулеріңіз керек сияқты. Бұл мен енді сіздерге айтып отырған өзімнің заңгер жағынан бәрібір іс тоқтатылып тұр деген сияқты қол қойдырып үйінің ес білетін 18-ден жасқан адамына қолдарына жаңағы хабарлама тастап кету керек сияқты. Себебі ондайға жол беру, бұл біздер судьялар істі қараған кезде, әрине мен сіздердің барлығыңызға құм шашқым келмейді. Ол сіздердің араңызда да адамдар бар, оның ондай ақыл айтатын, ол коррупциялық жаңағы сыбайлас жемқорлыққа алып баратын бірден-бір жол деп ойлаймын мен. Сондықтан оның жол бермес үшін сіздер бірлесе отырып бір мәмілеге келулеріңіз керек. Ол адамдар себебі 6 ай 7 айдан кейін келуі мүмкін әдейі уақыт өткізіп алуға. Бірақ сол сотқа жіберілген істің уақыты тоқтатыла тұрады деген біз бір келісімге келуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Дәл осы сұрақты қазір енді қарастырып отыр басшы құрамдар. Негіз болса жақсы көреді. Сосын бізде тағы бір екіншісі шетел азаматтар болады. Жасайды тағаны мысалы Өзбекстан бар, жағына Түркменстан бар дейді, Ресей елі бар. Солар кетіп қалады. Ол үштігілі жоқ адам. Бізде осындай мәселелер де болады. Айтылып отқан именно сенбі жексенбіге түскен күні бізге өте осы жағы кішкене қиындау болып отыр. Енді оны сіздерде хатпен шығуларыңыз керек шығар. Басшы құрамдарыңыз сондай 1-2 сағатқа ең болмаса тағайындалып, себебі бұл қоғамдағы құқық бұзушылық, барлығы осы әкімшілік құқық бұзушылықтар істерден басталады ғой. Қоғамдағы бұның алдын алмасақ, біздер ол адамдар деген жаңағы заңды айналудың барлық жолын іздестіреді қазіргі таңда. Бәрі де ақылды болып алған. Бұл кодексті 2 ай деп мен әдейі нақтылап сұрадым. Сол 2 айды қазір барлығы біледі. Солар өздерінің жаңағы құқықтық қабілеттілігі қашан туындайды деген сұраққа жауап бере алмаса да 18-ден кейін туындайды ол кез келген адамның құқық қабілеттілігі. Бірақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жасағаннан кейін 2 айдан кейін заңды күші болмайтынын сол қазір біледі. Сондықтан бұның барлығын біз алдын алуымыз керек сияқты. Жалпы енді Масаю күйіндегі туралы әңгімені айттық. Мен тағы да осы жерде көрермендер біле кетсін, Гүлмира Алашқызы, мына мәселені айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда біздің кодекске енгізілген өзгерістерге байланысты тек қана масаю немесе жанашақорлық, құмарлық күйінде жүргізу үшін емес, сол адамға, сондай күйдегі адамға көлікті берген үшін де жауапкершілік бар. Сол туралы айтып өтіңізші, оның қандай жауапкершілігі бар? Қасында отырған адам болсын, жүргізушінің, көлік құралын басқаруға құқығы беріп отқан жүргізушінің масаю күйіндегін біліп отырып, соған басқаруға құқығын берген жағдайда, оны өзі басқармаған болса да, әкімшілік жауаптылық көзделген 608 бабының 1 бөлігімен көзделген. Бұда да қамақ қалу жазасы және көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы көзделген. Ол жаңағы көліктің иесі болу керек қой. Иесі. Өзі біліп отырып, мас болып отырған, біліп отырып берген. Қазіргі таңда айта кеткім келеді, көбінесе сіз өзіңіз айтып шыққандай, мен осы наркологиядан, сараптамадан өтуден бас тартсам, мен жауаптылықтан босатылам деген ойлар бар. Сараптамаға барып, өкілетті органдар апарған кезде, нет, өтпеймін, барғым келмейді, өткім келмейді, мен құқығым деп тұрады. Бұндай жағдайда олар қателесіп отыр. Әкімшілік жаза көзделген. Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 613 бабымен көзделген. Бұл осы масаю күйін, ұйытқыда масаю күйіндегі басқару өтеуден бас тартқаны бойынша жаза көзделген. Бұл әкімшілік жаза қамақ қалу жазасы және 8 жылға көлік құралы басқару құқығынан айыру жазасы. 15 тәулікке қамақ, 8 жыл көзделген. Бас тартса да. Бас тартса да. Дұрыс. Рахмет. Енді жалпы жол көлік оқиғасын жасайды ғой. Енді біз көлікке қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар істері туралы айтып отқаннан кейін, қазіргі таңда жалпы жол көлік оқиғасына байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтар істер, мен ойлаймын, бұл абайсызда жасалатын істер ғой. Енді ешкім де өзімнің көлігім бұзылсын деп барып біреуге соқпайды ғой, енді ондай бірен саран. Сондықтан бұл абайсызда жасалатын істер қазіргі таңда
Жандос Мәлікұлы, өзіңіз білесіз, біздің облыс Маңғыстау облысы ауыл шаруашылық облысы болып табылады. Мына жылқы малы, ірі қара малдар, түйе малы, сиыр малына соғып, жол көлік оқиғасын жасау өте көп белең алуда. Жалпы сіздің пікіріңіз заңгер ретінде қалай ойлайсыз? Қалай қаралып жатыр қазір осы істер? Енді менің ол туралы өз ұстаным бар. Енді оны айтып жүрмін, мен әрқашанда мен ойлаймын, енді біздің ауыл шаруашылық мекені болғаннан кейін менің сіздерге ұсынысым не жол полицияға әр жерге 5 километр сайын малдың белгісін негізі қою керек. Бізде. Себебі бізде мал кез келген малды бізде үйде ұстап отырмайды. Мал жайылады. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, осы малға соққан адамды соттар не істеп жатқан өзіңіз, сіздің аузыңызда не істейікші, айтыңызшы. Енді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 610 бабымен 1 тармағымен толтырылып жатыр ғой әкімшілік хаттама жасақталады. Сіздер толтырыласыздар. Міндетті түрде жаңағы оқиға болған естігеннен кейін малға соқты дейді, ірі қара малына сіздер хаттама толтырасыздар. Кәдімгі жол көлік оқиғасы болып тіркеледі. Енді бұл жерде қазір бұл мына біздің ағайындар да үйреніп алған. Жылқы болсын, сиыр болсын, егер жылқы өліп жатса, ана өлшеріп көп адамның шығыны болып жатса, ана менің малым емес деп шығады. Егер мал үй жануар тірі қалған жағдайда, қандай қатты зақымдалмаған материал шығын келмесе, ол кезде шығады, иесі табылады. Енді қазір, мен білмеймін, мына жерде қазір бізге енді бұндай факт қалада бізде бұл енді облыс көлемінде көп болып жатыр. Бізде қала аумағында ондай айына бір рет осы болса тек Ақшұқыр жолында, сосын қазір жаңа салынған демалыс аймағында осы бір екі факт болды осы 2 айдың ішінде. Жалпы бұл мына үлкен трасса маңызы бар жолдарда болып жатыр. Жетібай, Бейнеу, Шетпе, Бейнеу сол жақта болады ғой. Жалпы сіздер хаттаманы толтырасыздар? Сотқа жолданады. Біздің сот қазір не істеп жатыр? Бізде тәжірибе қандай? Соған Гүлмира Алашқызы өзіңіз айтып. Жаңағы ішкі істер бөлімінің қызметкері айтқандай, хаттама толық жасақталады. Бұрын біз деген осы хаттама жасақталған кезде қауіпті құралы болып көлік табылатын болғандықтан біз деген жүргізуші қандай да болса да өзі малды көруге мүмкіндігі болды. Соның іс-әрекет айналып өтуге, тоқтауға мүмкіндік алып іс-шара қолдану керек деп біз деген әкімшілік жауаптылыққа тартатын едік. Алайда қазіргі біздің алған сіз айтқандай тәжірибеміз осы жол көлік оқиғасы болған осындай жағдай болған кезде сол жерде мал жайылып жатыр деген белгі болды ма? Белгі болмаған жағдайда ол жүргізуші жауапты болып келеді. Жануардың иесі жауапты болып келеді. Ал белгісі болған жағдайда қазір жүргізуші жауапты болып келеді. Сондықтан ондай істерді кей жағдайда сіздер қысқартып жатсыздар. Тіпті көп жағдайда, барлық жағдайда десек болады. Себебі бізде жол бойында ондай белгі қойылмаған. Міне ол мәселені мен өзім судья ретінде емес, қарапайым азамат ретінде бұл жан айқаймыз да. Себебі ауылда ағайын бар деген сияқты, мал тіршілігі бар деген сияқты. Кішкене толықтырып өтсек, мына жерде мысалы, мына жол белгілері бар. Мысалы, қаланың іші, мына шет болсын бізде сағатына 60 шақырым. Бұл жерде енді бастысы, мына біз жүргізушілерге айтқым келеді. Сол жолда жүргенде абай болса екен, ол біледі ғой енді жолда. 60 шақырыммен жүрсе, ол жерде ондай жол көлік оқиғасы болмайды. Енді ол жылқы мал, ол сиыр мал, түйе болсын, олар енді адам емес, мал болса ол любой жерде шығады. Белгі тұр. Осы жүргізушілерге мен айтар едім, кішкене мұқият болса екен, нені кішкене тежеп жүрсе екен деп. Өте дұрыс айтып отырсыз. Енді бұл мәселе өте көптен келе жатырған мәселе. Жалпы жаңа айттым ғой да, оны Қазақстан Республикасының азаматы ретінде де әрқайсымыз жан айқай қылып айтуымыз керек. Себебі бұл істерден кейін азаматтық істер туындап отыр ғой қазіргі таңда. Біреудің малын апарып соққаннан кейін, олар ол малдың иесінен автокөлікті қалпына келтіру туралы шығын сұрап отыр. Ол өзі малын жоғалтады, біреудің автокөлігінің ақшасын төлейді. Енді сондай дұрыс па мысалы? Өзіміз жаңағы бір-екі сөзге тоқтау айта білген қазақпыз ғой енді. Ағайынды татуластыра білген қазақпыз. Енді
бұндайға келу ауылдағы қазақтың жағдайына қиындау сияқты. Сондықтан да мен тағы да қайталап айтам, мына біздің жол полиция басқармасы біздің әкімдікпен бірлесе отырып жасайды ғой, оны белгілерді қою мәселесін солай шешіледі ғой, қаулы қабылдайды қандай да бір. Сондықтан 10 километр сайын ба, 10 шақырым сайын ба оны қою керек сияқты белгілі. Сосын кейде мен мына ауылдағы ағайынға айтам, неге малдарыңыздың мойнына жаңағы белгіні салып қоймайсыздар, шағылысатын лента деген бар ғой қазір. Олар айтады, ол болған, ол жаңа оқиға болған, соққаннан кейін олар өздері қиып алып тастайды дейді, лақтырып тастайды. Оны біз қалай дәлелдейміз дейді. Ол да сұрақ. Сондықтан бұл кішкене өте келіспеушілікті жан-жақтан тудыратын бір мәселе бұл, неде болса. Мен сондықтан құрметті жүргізушілер, бәріміз де жүргізушіміз ғой, енді күйбің тірлікке байланысты бір жерге тез бару керек болып атады. Ауыл аймақтың арасына жол жүріп жатасыздар. Бірақ мен сұрайтыным осы, көлік құралдарының белгілі бір жаңағы белгіленген жылдамдықтан асырып айдамай, күндіз, енді түнде болса мен түсінемін, енді кейде түнде түсініп жатамын. Түнде шынымен ірі малдар жолға шығып кетеді. Ал күндіз қағып кетіп, мен білмедім, мен көрмедім деп жатқан мен ағайындарды түсіне алмай жатам кейде. Жылдамдықты асырады бұл жерде, бәрі сол болып жатқан екен. Барлығы да жылдамдықты асырады. Түнде сен жылдамдықты 2 есе азайтып жүр, солай емес пе? Баратын жетіге аман есен жету, семьяңа аман есен қосылу ең басты мақсат емес пе? Сондықтан бұл мәселені біздер көтеру керек сияқтымыз. Енді жалпы айыппұлдар көбейіп жатыр. Қарасақ, күннен күнге санкциялар көбейіп жатыр. Айыппұл адамдар көбіне ренжіп жатады. Жалпы жол ережесін бұзған тұлғаға айыппұлдың қандай жеңілдік түрлері бар? Гүлмира Алашқызы, өзіңіз айтып өтсеңіз. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне көзделген осы сотқа түскен істер болған кезде бұрын әкімшілік жауаптылыққа тартылмаған болса, кінәсін мойындап тұрған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық көзделген құқық бұзушылыққа айыппұл көзделген, мысалы 20 айлық есеп көрсеткіш болсын, 30 айлық есеп көрсеткіш болсын, 30%-ға дейін қысқартып беруге болатындығы көзделген. Біз осы істерді қараған жағдайда бұрын жауаптылыққа тартылмаған, кінәсін мойындап жәбірленушіге келтіріп отқан шығындарды өтелген жағдайда қысқартылып беріп жатыр. Сонымен қатар осы уәкілетті органдардың құзырына жататын істі қарау, айыппұлды тағайындау, қысқартылып беру туралы ол жерде көзделген. Ол жерде 50 айлық есеп 50%-ға қысқартылу көзделген. Яғни ол үшін 50%-ді қысқартылып беру үшін ол адам өз құқық бұзушылық жасаған мойындау керек. Мойындап, келісіп, 7 күн ішінде төлесе 50%-ға қысқартылып төленеді. Жалпы рахмет. Жандос Мәлікұлы, сіздер білесіздер ма, сотта жалпы түнгі сот деген проекті жүріп жатқан жобаның да. Біздер енді соттарға, сот неғұрлым біздің енді басты бағытымыз осы сот жүйесінің халыққа жақын болу. Ол барлық осы құқық қорғау органдарының қазіргі таңда өзінің басты бағыттары ғой. Соның бірі ретінде біз түнгі сот жобасын іске қосқанбыз. Сол түнгі сот жобасы бойынша қалай жұмыстарыңыз жүріп жатыр ма, үйренісіздер ма, сіздерге ыңғайлы ма? Әрине ыңғайлы. Мынау көбінесе бізде мынау басқа облыстың тұрғындары солар өтініп жатады, өтініш білдіріп жатады, ертерек қарап беруге бола ма? Бізге ол өте ыңғайлы болды негізі. Жақсы болды. Оны көбейтсе екен деп отыр. Қазір 20-сына бір күн болып отыр, тағы бір. Сол. Енді оны өздеріңіз жаңағы сөздің басында айтқандай осы бағдарламаның бірлесе отырып шешетін мәселе ғой. Оның ыңғайлылығы бір жағынан, Гүлмира Алашқызы, өзіңіз де айтып өтсеңіз, не үшін ыңғайлы? Заңды күшіне енетін жағында айтып өтсеңіз. Жол көлік оқиғасы болғаннан кейін хаттама толтырылып, сотқа жолдауға болады. Яғни түнгі сотта кешкі сағат 6-тан 10-ға дейін деп біз уақытты белгілегенбіз. Неге именно сол уақытты белгіледік? Біз таңертеңгі сағат 8:30-нан бастасақ, 10-ға дейін жұмыста боламыз да. Енді бізде адамбыз дегенде, студия болғанда жанұямыз бар дегенде, сондықтан біз деген 10-ға дейін белгіледі. 10-ға дейін қаншама іс келсе де біз түнгі сотпен қарала аламыз. Түнгі сот бойынша, осы жол көлік оқиғасы бойынша қаралған істер қаралған күні заңды күшіне енеді. Яғни 10 күн күтпейді заңды күшіне енуін күтпейді. Сақтандыру бөліміне келесі күні, түнде болғаннан кейін келесі күні таңертең тапсырып, құжаттарын тапсырып, шығындарын өтеуге ыңғайлы.
өте бұл ыңғайлы. Ыңғайлы Бұны сіздер де Жандос Мәлікұлы түсіндіріп жүруіңіз керек деп ойлаймын. Сіздің инспекторлармен де өзіңіз түсіндірмей, енді сіз аға инспектор болғаннан кейін бұған дейін де өзіңіз инспектор болдыңыз, көшеде жұмыс жасадыңыз, білесіз ғой. Енді мен өзім май қызметкерлерін өте қатты сыйлаймын, себебі пандемия болған кезде де көшеде олар тұрды, күн жауып тұрсын, қар жауып тұрсын, тұрады, әр қашанда тұрады. Сондықтан мен өзім жеке басым өте құрметпен қараймын сіздердің қызметтеріңізге. Бірақ ең басты талап сіздерге қазіргі таңда бұл сауаттылық. Сауатты болу керек. Сіз өзіңіздің инспекторларыңызға хаттаманы толтырудың әдісін, хаттаманы толтырудың негіздерін дұрыстап көрсетіп, жазып, әсіресе осы жол көлік оқиғалары бойынша жол жүру ережесінің қандай қағидаттың қандай тармақшасын бұзғанын нақты көрсетіп, ол себебі сотқа келгенде судьяға керегі сол. Біз іздеп отырмауымыз керек, көрсетіліп тұру керек. Сондықтан осы түнгі сот жобаларын айтып отырып, тараптар егер өзінің кінәсін мойындап тұрады ғой, екеуі сақтандыру төлемдерін алу үшін де өте ыңғайлы. Жалпы қазіргі таңда бәрі электрондығы көшіп жатыр ғой. Сол туралы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Қазір мынау ел президенті айтып кеткендей, қазір электрондық дейтін қазір жақсы ыңғайлы болып жатыр. Енді болашақта тағы осы бір жылдың көлемінде енді толықтай өтеміз деген келтіріп жатыр. Бұл біріншіден жаңағыдегі коррупционный характер дейді ғой. Қазір осының алды болып тұр. Бұл өте алдын алады, ыңғайлы, ешқандай контакты жоқ. Бұрынғыдай қағаз әкімшілік хаттама толтырылмайды. Сол толтырған жерде қалады. Бұл ыңғайлы, осылай дами берсе екен деп тілейміз. Жалпы қазір май қызметкерлері толтырғанда қолдарында планшетпен келеді ғой, да? Дәл солай. Соның атымызды атап та келеді кейде. Себебі көліктің иесі мен болмасам да сақтандыру несінде ішінде тұрсам, олардың барлығы біледі. Кеше тұлға тұрған бәрі шығып тұрады. Бәрі шығып тұрады, барлық негіздер бар. Өте ыңғайлы болады. Сондықтан жалпы цифрлы Қазақстанның бұл ең бір жақсы бағыттарының бірі ғой, осы электронды түрде барлығы дамыса. Рахмет, үлкен бүгін тұшымды жауаптар алдық деп ойлаймыз. Өздеріңіздің қызметтеріңізге әрқашан абырой тілеймін. Мен ведомстволар арасындағы сұрақтарды бір-бірлеріңізбен енді Ақтау қаласында тұрғаннан кейін шешіп, дөңгелек үстелдер арқылы, келіссөздер арқылы, семинарлар арқылы шешіп отыруға болады деп ойлаймын әрқашанда. Құрметті телекөрермен, бүгін бағдарламамызда осы қоғамда көп кездесетін жол көлік оқиғасына байланысты құқық бұзушылық, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша біз аз ғана берген мағлұматымыз сіздің керегіңізге жарайды деп ойлаймыз. Әрқашанда өзіңіздің құқығыңызды біліп, міндеттеріңізді адал атқарып жүріңіздер. Сонда ғана бәріміз құқықтық Қазақстанды құрудың бір дұрыс кірпіші болып қаланамыз деп ойлаймын. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.